Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өзімнің Instagram каналымда айтқандағыдай ИП және ТО-ларға берілетін пайызсыз несие туралы айтқым келеді. Егер де сізге шол арада ақша қажет болса, және немесе товар алуға, немесе аренда төлеуге шол арада ақша қажет болса, онда ақша іздеп туысыңызға баруға, немесе ломбардқа алтын тапсыруға асықпаңыз. Себебі банкте пайызсыз берілетін программа бар. Қазір сіздерге сол туралы толық айтып беретін боламыз. Бізде де ИП ТО-ларға берілетін пайызсыз несие шынымен де бар. Көп адамдар басында сенбеді. Қазір мен сіздерге сол туралы айтатын боламын. Қараңыздар, пайызсыз берілетін несие әзірше мен сіздерге бір ғана банктың программасын айтамын. Негізі бұндай программа кез келген банкте бар. Мысалы, ондай бағдарлама бізде овердрафт деп аталынады. Негізі банктен сұрайтын болсаңыздар, кез келген банкте, яғни овердрафт деген программа бар. Бұл деген ағылшын тілінен аударған кезде кеңейтілген несие деген мағынаны білдіреді. Яғни сіздің өзіңіздің действующіңіз несие бар болған жағдайдың өзінде сіздерге овердрафт беріледі. Яғни бұл овердрафтты алу үшін не істеу керек? Ол үшін сіздерге міндетті түрде ИП және ТО-ларыңыз болуы қажет, және сол ИП ТО-ларыңызға сіздер міндетті түрде банктың өзінен счет ашуларыңыз қажет. Сол кезде сіздер овердрафт программасы бойынша несие алатын боласыздар. Және де бұл овердрафттың түрлері өте көп. Біреуі пайызсыз беріледі, пайызбен беріледі, және де өтеу мерзімінде әртүрлі болып келеді. Мысалы, қазір мен айтатын бағдарлама бойынша, мысалы, мен сіздерге жай ғана Freedom Bank-тың бағдарламасын айтқым келеді. Мысалы, егер Freedom Bank-та сіздер несие алатын, счет ашатын болсаңыздар, және посттерминал қоятын болсаңыздар, Freedom Box деген, онда осы овердрафт бойынша олар сіздерге ең алғашқы кезде капитал ретінде 100 000 теңге ақшала береді. Және де сіздер осы 100 000 теңгені алғаннан кейін бір ай ішінде осыны өздеріне қайтарып беру керек боласыздар. Және де осы бір айдың ішінде сіздерге ешқандай пайыз қосылмайтын болады. Және де енді бұл жерде қандай минус бар? Бұл жерде минус дегеніміз, бұл жерде жаңағы оларда карточкамен төлеген кезде комиссия дәл қазір кез келген карточкаға 0,5% құраса, ал егер сіз овердрафтпен несие алып содан кейін төлететін болсаңыз, онда сізде комиссия именно сол суммаға, алған суммаға, мысалы басында 100 000 теңге дедік қой, сол 100 000 теңге суммаға онда 3,7%-бен қайтаратын боласыз. Былайша айтқанда, 100 000 теңге сіз аласыз, үстіне пайыз қосылмайды, бірақ алатын кезде, яғни төлетін кезде бірге комиссиясымен төлейсіз. Яғни бұл жерде пайыз жоқ, бірақ бұл жерде комиссия бар. Бұл негізі өте тиімді вариант, потому что жаңағы маған көбінесе сатумен айналысатын адамдар, продуктовый магазиндар келеді, оларға оборотқа ақша жетіспейді. Сол кезде олар шұғыл түрде несие алып кетеді, быстрый несие алып кетеді, немесе жаңағы ломбардқа барып алтындарды өткізетін адамдарды өте жиі кездестіріп жатырмын. Сондықтан егер сіз негізі несиелік тарихыңызды жақсы ұстағыңыз келсе, негізі ломбард, микрозайм дегенге жоламауыңызды өтінемін. Оданша сіздер овердрафт бағдарламасы арқылы қосымша несие алыңыздар. Бұл несие негізі кредиттің нагрузкаға қатты қарамайды. Негізі берілетін сума максималды 20 миллион теңгеге дейін беріледі. Бірақ басында сізге әрине үлкен суммада ешкім кредит бере қоймайды. Басында сіздер 100 000 теңгеден бастасаңыз, содан кейін оны жапқанда 200 000, 500 000, миллион, 2 миллион деген сияқты ай сайынғы обороттарыңызға байланысты осы бағдарлама арқылы несие алуларыңызға болады. Сонымен қоса, бұл бағдарламаның ерекшелігі бұған жаңағы кепіл, яғни залог қажет емес, және де бұл несиені рәсімдеу әдеттегіден аз уақытта алады. Сондықтан, егер сіздерде шұғыл арада ақша қажет болатын болса, онда осы овердрафт бағдарламасы бойынша несие алуларыңызға болады. Жаңағы бағана айтқандағыдай, негізі овердрафттың түрлері көп. Банкке барып маған овердрафт бойынша несие керек деп айтсаңыздар, олар сіздерге керекті несиені таңдап беретін болады. Оның ішінде пайызбені бар, пайызсызы бар, және де суммасына қарай да әртүрлісі бар. Сондықтан егер сіздерге
шул арада ақша қажет болса, яғни оборот қажет болса, осы бағдарламаны қолдануға болады. Сонымен қоса айта кететін жақ, овердрафтты негізі қысқа сроктарға беріледі, 1 айдан 3 айға дейін. Неғұрлым срок аз болса, оның пайызы да соғұрлым төмен болады. Сонымен қоса тіпті 48 айға дейін де берілетін де бар. Бұл жерде кәдімгідей несие сияқты беріледі. Яғни процентный ставкасы шамамен 22%-дан асады жылына. Сондықтан менің міндетім сіздерге әрине ақпарат беру болатын. Ары қарай осы бағдарлама бойынша несие аласыздар немесе алмайсыздар, ол әрине әркімнің өз еркі. Және де сіздерге айтарым, негізі сіздерде бизнес бастайын десеңіздер, немесе дамытамын десеңіздер, онда негізі мемлекеттен де, банктен де берілетін программа көп, оның ішінде жеңілдетілген несиелер де көп, оның ішінде даму арқылы берілетін көп, оның ішінде ауыл шаруашылығы ішінде берілетін жеңілдетілген несие өте көп. Және де оның шамамен 90% әрине кепілді талап етеді. Сондықтан кепілсіз несиелер де бар. Олар басталған кезде мен міндетті түрде өзімнің YouTube және Instagram парақшамда айтатын боламын. Сонымен қоса маған өте көптеген адамдар жазады, менде залог жоқ, бұндай жағдайда не істеуге болатындығын. Тағы сіздерге айта кететін жағдай, негізі залог требовать еткенде негізі 3-ші адамның залогын қоюға болады, тек қана оның келісімі нотариус арқылы қажет етеді. Сонымен қоса немесе ЭЦП-сын қажет етеді. Сонымен қоса немесе егер сізде мүлде залог болмаған күннің өзінде, онда сіздерге мен грантқа қатысуға кеңес беретін боламын. Гранттардың оңайынан қиынына дейін, яғни аз мөлшерден көп мөлшерге дейінгі негізі берілетін гранттардың саны өте көп. Ол туралы мен Инстаграмда да, стористерде айтып жүремін. Және де егер сіздерге тегін консультация керек болса, онда мен сіздерге өзімнің TikTok немесе Instagram каналында болатын прямой эфирлерге қатысуларыңызды сұраймын. Сол жерде сіздер өздеріңізбен бірдей кәсіпкерлердің сұрақтарына жауап аласыздар. Сол кезде сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар, ол сұрақ бойынша сіздерге жауап берілетін болады. Сондықтан міндетті түрде осы видео сіздерге ұнаса, көңілдеріңіз шықса, лайк басыңыздар, достарыңызбен және туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Ал сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет.